Өздеріңіздің үй-іштеріңіз қалай, аман ба? Көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Менен басқа не жаңалық болып отыр, ағайын? Не жаңалық деп менен сұрағам ұяттау болатын шығар енді. Бәрі аман есен болсын. Сынапта, сыбапта алып жатсыздар. Ол мен үшін жігерлендіру болды. Сіздердей қорғайтын ел жұрт барда, қолдайтын Алла барда, мен еңсемді тіктеп ұстап жүрмеуге ешқандай хақым жоқ деп ойлаймын, ағайын. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Өзінің туған жерінің тасына сүрінгенмен ер жігіттің аяғы ақсамайды дегендей. Бұның бәрі мен үшін үлкен сабақ болды. Бұлттан биік болсам да, ұлттан биік емеспін, ағайын. Кем-кетігім болса, еркелігім деп, шалалығым болса, балалығым деп қабылдарсыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Бүгінгі